Binance биржасы. Крупный онлайн-сервис обмена цифровых валют дейді. Оны жасаған адам Чанпен Жао И Хэ дейді. Генерал директор И Хэ. Чанпен Жао сотталып кетіп, потом оның орнына И Хэ алды ғой 2025 жыл. 2017 жыл июль айында жасалған. Июль айында енді күшті конкурс болады Binance'та негізі. 9 жылдығына орай. Платформа Binance Казахстан зарегистрирована Казахстан финансовые услуга Қазақстанда міне тіркелуге болады. Барлық сұрауларға міне жауап бар мына жерде. Біздер міне Binance'тан Binance приложениесін жүктеп алып, тіркеліп, өзіміздің удостоверениемізбен тіркеліп, P2P-де сауда жасаймыз. Лицензированная платформа поддерживает местные банки дейді Binance. Қызық болса, хабарласыңыздар, мен Binance'ға тіркеп, регистрация жасап, ішіне ақшаңызды салып, криптовалюта алып, сатуды үйретеміз. Өзім үйретем. Комиссия дейді, зависит вероятный способ примера карты Freedom Bank частный дешевле дейді, көрдіңіз ба? Жерде барлық ақпараттар бар. Введите P2P, введите продат, введите валюта КЗТ, нужный метод оплаты Каспий, Халк и другие банки. Барлығы бар мына жерде. Можно ли доверять Binance дейді. Одно из самых безопасных криптобирж в мире дейді. Binance является одной из самых безопасных криптобирж в мире дейді. Көрдіңіздер ма? Бұны аламыз енді. Ақшаны шығаруға боламын. Binance предлагает два односторонних типа ввод криптовалюты. Перевод монет, например, биткоин, эфиром, USDT и наш кошелек или другие биржи. Вывод фиатных средств конвертации криптовалюты и фиат, например, USDT, евро. Это через такие модели SWIFT и SPA дейді. Көрдіңіз бе? Ақшаңызды шығаруға да болады. Налог дейді. Бұл жерде енді біздерге налог қажет емес, біздердің оборотымыз көбейген соң оны заңдыластырып істеуге болады. Напака ондай біздерге қатты мынандай заң жағынан қолдаудың қажеті жоқ. Осы жерде осында барлық данныйлар бар. Google Play Market iPhone'нан телефонмен жүктеп алып істей беруге болады. Егер мен рефералыммен кірсеңіздер осы Binance'ға бонус береді сіздерге. Міне регистрация деген басып тіркелеміз.